Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Әрбір жазылып жатқан подписчиктерге алғысым шексіз, сіздерге көп рахмет бізді қолдап жатқандарыңызға. Бүгін гуми влог тәтеміз балалармен бірге пикникке шыққан екен, мамамызбен бірге. Біз Бегім екеумізде Асланмен бірге үшеуміз барғымыз келген болатын, бірақ біз бара алмадық, өйткені Асланчик мазасызданып жылай ма деп ойладық. Бізге мама мен гуми влог тәтеміз шашлык алып келіпті. Дәл қазір сол шашлыкты рахаттанып Бегім екеуміз жейтін боламыз. Окей, шашлык әлі де ыстық екен. Иісі деген әлі аңқып тұр. Қазір шашлык тарелкаға салатын боламын. Жақсы көрмейтін адам жоқ шығар, иә? Может, жақсы көрмейтіндер де бар шығар. Жақсы көретіндер және жақсы көрмейтіндер комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Ұнатса егерде жақсы көремін деп жазыңыз. Шашлық жемейтін кісілер мен ондай ұнатпаймын деп жазып кетіңіздер міндетті түрде. Достар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бізге де басқа ұсыныстарыңыз болатын болса, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз сіздерден қолдау күтеміз. Кеп тұрмыз, біз жаңа өзіміз жеп алдық. Енді Бегіммен қуанышты алайын деп шашлыкқа очередь күтіп отырмыз. Адам көп екен, бірақ шашлығы өте керемет екен. Бірақ 20 минут күту керек екен. Енді күтеміз.